түрік баклавасын үй жағдайында жасап көреміз. Шаймен керемет болып шығады. Ал сақтап алыңыздар. Қыздар, бірінші ұнымызды, майымызды жақсылап араластырып аламыз. Сосын жұмыртқаның сарыуызын 2 қасық ас қасықпен қаймақ салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 20 минутқа пакетке салып холодильникке қоямыз. Оның арасында жаңғағымызды блендермен езіп, үстіне жұмыртқаның ақуызын, шекерді салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, жайып шығамыз да, осындай қалыңдықта болу керек. Қатты қалың емес, қатты жұқа болмауы керек. Одан кейін оқтаудың ортасына қамырларымызды жинап, сосын дәл осылай жайып аласыздар. Сосын осылай бетіне жаңғақтарымызды саламыз, дөңгелек етіп, 2 бетін жапқаннан кейін жақсылап қатты қысып шығасыздар. Түрлерін қараңыздар, күшті болып шықты, иә. Осыны былай аударасыздар, аудармай істесеңіздер де болады. Одан кейін листімізді кішкене майлап, астын жақсылап орналастырып шығамыз баклаваларды. Одан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, печкаға салып пісіреміз. Ал піскеннен кейін үстінен 1 бокал әсел қосылған суымызды құйып шығамыз. Қайта печкеге 5 минутқа қоясыздар. Печкадан алғаннан кейін үстіне әсел суымызды жағамыз, сосын жаңғақтың қалғанын сеуіп шығасыздар. Ал қыздар, рецепт ұнаса парақшама тіркеліп, міндетті түрде жасап көріңіз.